Қайырлы күн, мен Бақыт Жұмахметқызы, сана орталығының тренері әрі спикерімін. Бұл видеода сөйлеу шеберлігінің кімдер үшін керек және не үшін керектігін айтамын. Дейл Карнеги айтпақшы, дұрыс сөйлей білу – ол жетістікке жетудің ең қысқа жолы. Кез келген ортада болсын, кез келген салада болсын, жетістікке жету үшін дұрыс сөйлей білу керек. Дұрыс сөйлеу дегеніміз – ол ойымызды анық жеткізу үшін. Көбіміздегі бар мәселе, ойымызды жеткізген кезде қысыламыз, ұяламыз, қорқамыз, қобалжимыз. Бұл үйдегі жағдай болсын, ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас болуы мүмкін. Баласы анасына ойын жеткізуге қорқады, ал ата-анасы баласына жеткізудің дұрыс жолын таба алмайды. Және де кез келген мектептерде мұғалім мен оқушының арасындағы мәселе болуы мүмкін. Сіз сабақ бергіңіз келеді, сіз мұғалімсіз, бірақ ойыңызды дұрыс жеткізе алмайсыз. Сіздің басыңызда білім өте көп. Барлық ақпараттар бар. Сол білім мен ақпаратты оқушыға жеткізу барысында сіздің өзіңізде қиындық туындауы мүмкін. Ол сізге білімнің жетіспеушілігі, болмаса тәжірибенің жетіспеушілігінен емес. Сөйлеу шеберлігіндегі белгілі бір заңдылықтар мен техникалардың жетіспеушілігінен. Кез келген кәсіпте де дұрыс сөйлей білу маңызды. Сіз жұмысқа орналасқыңыз келеді. Ең бірінші әрине резюмеңізді бересіз, одан кейін сізді сөйлесуге шақырады. Сол сөйлесу барысында сізге қойылған сұрақтарға жауап беру барысында, өзіңізді таныстыру барысында қиналасыз, ойыңызды жеткізе алмайсыз. Тыңдаушыға статус беріп қоясыз. Соның әсерінен сіз ойыңыздағы армандаған, қалаған жұмысыңызға орналаса алмай қалуыңыз мүмкін. Сіз бір кәсіптің иегерісіз. Кәсіпті дөңгелетіп отырсыз, бірақ қызметкерлермен, әріптестермен ара қатынасыңызды реттей алмайсыз. Себебі олар сіздің ойыңызды, оларды жетістікке жеткізетін идеяңызды түсінбейді. Сіз жеткізе алмайсыз. Сіз талантты кәсіпкерсіз. Сіз кез келген ақша болсын, есеп болсын, жан-жақты барлығынан хабардарсыз, барлығын білесіз, дұрыс бағытта алып келе жатырсыз. Бірақ әріптестеріңізді өзіңіздің идеологияңызға сендіре алмайсыз. Бұл үлкен бір кінә емес, болмаса бір үлкен бір қабілеттің жетіспеушілігі емес. Бұл тәрбиеден. Яғни қазақтың менталитетінде, қазақтың тәрбиесінде ұят болады, қой, үлкендер отырған жерде сөйлеме, болмаса басқадай бізді кішкентайымыздан тыйыммен өсірген. Бұл тыйым енді өскен кезде, ер жеткен кезде сізге кедергісін келтіруде. Бұл жерде қазақтың тәрбиесіне, болмаса менталитетіне шектеу қою, болмаса дұрыс емес деген мәселе емес. Тек қана соның салдары. Осы мәселелерді жеңуге сөйлеу шеберлігі курсы сізге көмектеседі. Жақсы, енді курс қалай өтеді? Курс 14 күн бойы өтеді. Сабақтар арнайы платформада жүктелінеді. Сіз платформаға кіру арқылы сабақтарды көре аласыз. Осы жерде сіздер үшін арнайы 3 пакетті ұсынғымыз келеді. Біріншісі, ол сіздерде видеоларды көру мүмкіндігі. Яғни сізде платформаға кілт болады, платформаға кіресіз, барлық видеоларды қарайсыз және өзіңіз дайындаласыз, өзіңіз оқып үйренесіз. Екіншісі, сізде платформаға кілт болады, яғни кіресіз, көресіз, тапсырмаларды аласыз, үй тапсырмаларын жібересіз, үй тапсырмаларына менен кері байланыс аласыз. Дұрыстығын, бұрыстығын, қай жерінде қате, қай жерінде жұмыс жасау керек, барлығына мен сізге кері байланыс беремін. Үшінші пакетте сіз видеоларды көре аласыз, үй тапсырмаларын қарайсыз, үй тапсырмасын жібересіз, менен кері байланыс аласыз, және де менен жеке кеңес аласыз. Яғни нақты сізге қатысты мәселені шешуге жұмыс жасаймыз. Мүмкін сізде қазіргі таңда диплом қорғау керек шығар. Мүмкін сіз бір жобаға дайындалып жатқан шығарсыз. Мүмкін сіз қобалжисыз, қорқасыз, тағы да басқа тек сізге қатысы бар мәселелерді шешуге арнайы жұмыс жасаймыз. 14 күн бойы сізбен тығыз қарым-қатынаста болып, діттеген нәтижемізге жетеміз. Дәл қазіргі уақытқа дейін бізде екінші пакетті 250-ге жуық адам тамамдады. Ол кісілерді жақсы нәтиже алып, өздеріне керекті ақпараттар мен білімді ала алды. Сіз ол жайлы пікірлерді біздің сайтымызға кіріп, сол жерде таныса аласыз. Сөйлеу шеберлігі курсына жазылу арқылы өзіңізді дамытыңыз, жетілдіріңіз, жетістікке жетіңіз. Ұмытпаңыз,
Дұрыс сөйлеу жетістікке жетудің ең төте жолы. Курста кездескенше сау болыңыз.